Армысыздар, біз бүгін Қазақстан билігіндегі қазіргі ахуалды талдауға тырысамыз. Еңбектеген балаға дейін елең еткен тырнақша ішіндегі жаңа конституциямыздан туындайтын болашақ саяси өзгерістерді әңгіме қылмас бұрын Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың бас уәзірі, идеологы, биліктің тасадағы кардиналы, мемлекеттік хатшы Ерлан Карин туралы айтуға тиіспіз. Алдымен сәл шегініс жасап, 5 минутсыз вице-президент, бәлкім президент болуға дайын тұрған Ерлан Кариннің бэкграундын бір шолып өтейін. Ерлан Кариннің мансабының өрлеуі сонау 2003 жылдан басталған. Сол жылы ол жаңа құрылған Асар партиясының бірінші төраға орынбасары қызметіне тағайындалып, іс жүзінде партияның бас идеологы болды. Ал Асардың негізін қалаушы күні кеше Дубайдан Астанаға ауруханадан шыққан анасы Сара Алпыс қызының халін білуге келдіміз делінген экс-президенттің қызы Дариға Назарбаева екенін ұмытпаған шығарсыздар. Ал 2004-2006 жылдары ол қазіргі заманғы саясат халықаралық институтының бас директоры қызметін атқарып, кейін антитеррорлық бағдарламалар орталығының директоры, Қырғызстан бойынша сараптамалық топтың жетекшісі болды. Бұл жылдарда Карин карьерасында қазір бірі түрмеде, енді бірі зейнетте жүрген ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағалары Кәрім Мәсімовпен және Нұртай Әбіқаевпен тығыз байланысы арқылы іс қалдырды. Асылында бұл байланыс тегін емес, тіпті кармалық десек те болады. Сәйкестік пе, белгісіз. Кейін ол халифат сарбаздары, мифтер мен шындық 2014 жылғы Игіл мен Әл-Қаида арасындағы аралық Сирия соғысындағы орталық Азия содырлары 2017 жылы Джейкоб Зенмен бірлескен еңбектерін жариялады. Ол күштік жекпе-жек түрлерімен белсенді айланыстып, республикалық Джиу-Джитсу федерациясының президенті, Каратэ-до федерациясы атқару комитетінің мүшесі және өзге де бір қатар жекпе-жек ұйымдарының құрамында болды. Кейбақ осы терроризммен күресте Кариннің жақын досы Мәсімов 300 миллиард теңгедей ақша жымқырды деп санайды. 2006-2008 жылдары Ерлан Карин Маңғыстау облысы әкімінің саяси мәселелер жөніндегі кеңесшісі бола жүріп, тағы бір ауыр салмақты шенеулік Назарбаевтың кланындағы ең сенімді өкілі Қырымбек Көшербаевпен тығыз қарым-қатынас орнатты. Бұл таң қалышты емес еді. Яғни кіші жүздің жігіттері тестіл табысты. Бұған қоса осы аралықта Карин Қазақстан президенті әкімшілігінің басшысы қызметінде атқарған, қазір шетте жүрген Нұрлан Нығматуллинмен етене танысты. Осылайша сырт көзге елдің тарихын мұңдап, мәдениетін жоқтаушы болып көрінетін Кариннің еңбек жолы биліктің ең жоғарғы эшелондарына қарай өрлей бастады. 2008 жылдың ақпан-қараша айларында Ерлан Карин Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігінің ішкі саясат бөлімінің меңгерушісі. 2008 жылғы қарашадан 2013 жылға тамызға дейін Нұрлан Нығматуллин басшылық еткен Нұр Отан халықтық демократиялық партияның хатшысы болды. Ал 2019 жылы 5 сәуірден 2020 жылы 30 шілдеге дейін ол Қазақстан Республикасы президентінің кеңесшісі, президент әкімшілігінің талдау және болжау орталығының меңгерушісі қызметін атқарды. 2020 жылдың 30 шілдеден бастап Қазақстан президентінің көмекшісі болды. Біраз уақыттан соң Қазақстан Республикасының мемлекеттік хатшысы қызметіне тағайындалды. Ал 2022 жылғы маусымнан бастап Қазақстан Республикасының мемлекеттік кеңесшісі айтпақшы Тоқаев хатшылық лауазымды жойып, оның орнына мемлекеттік кеңесші лауазымын енгізгені белгілі. Ал ақпандағы құрылтайда ол бұл лауазымды тағы жойып, Кариннің болашақ вице-президент екендігіне емеурін білдірген секілді. Упразднению подлежат часть аппаратных структур, обеспечивающих деятельность действующего парламента, а также должность государственного советника. Бүгінде Ерлан Карин Ақорданың басты идеологы әрі стратегі саналады. Ол 2019 жылғы 17 шілдеден бастап президент жанындағы ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің хатшысы болды. Ал 2022 жылғы 14 маусымнан бері Қазақстан Республикасы ұлттық құрылтайы төрағасының орынбасары қызметін атқарып келеді. Құрылтай демекші, Қызылордада өткен ұлттық құрылтайдың 5-ші отырысында Тоқаев Қазақстанның жаңа конституциясының жобасын таныстырып, маңызды саяси реформаларды жариялады. Жаңа конституция жобасы жарияланған кейін келіп түскен ұсыныстардың негізінде тағы да қосымша нормалар, басқа да редакциялық стилистикалық өзгерістер енгізілді. Қойылған сұрақтарға
айтылған сын пікірлерге комиссия мүшелері тарапынан бірден жауап, түсініктеме беріліп отырды. Ол жобаны кім жасады? Ресми деректерге сүйенсек 133 адам бірігіп жасақтаған. Жалпының емес, жалқынның қалауы, мұңсыз болашағы мен оның мүдделерін сақталуы негізінде алынған конституция жобасын жасап жатқан сол комиссия төрағасының орынбасары қатарында да Ерлан Карим бар. Жалпы бізге құрылтайды халықтың дауысы ретінде көрсетеді. Бірақ әр затты өз атауымен атасақ, ол жерде халықтың емес, билікке ыңғайлы, мүдделі, жаңылтпас тобырдың үні ғана шығады. Әдетте халық бар жерде пікірлер бар, қақтығысы бар, билік қойылатын ыңғайсыз, бірақ қара халық үшін маңызды сұрақтар бар. Ал кешегі құрылтайда біз не көрдік? Іріктелген қатысушылар, жабық жиын, қауіпсіз тақырыптар, пікірталастың орнына шапалақ. Бір сөзбен айтқанда, ел тағы бір үлкен өзгеріс алдында тұр. Саясаттанушылар алдымен ел қаламаған конституцияны күшпен референдумда қабылдатып, бір палаталы парламенттің сайлауын өткізеді. Оның соңы президенттік сайлауға ұласады деп болжайды. Ал конституцияны талқылау қалай өтіп жатыр? Бүгінде Қазақстанда конституцияны талқылауға, реформаларды сынауға және ақпарат таратуға байланысты азаматтарды жауапкершілікке тарту, айыппұл салу, қамауға алу және өзге де шаралар қолдану фактілері туралы ашық ақпарат көзінде хабарланып жатыр. Бұл нені білдіреді? Халық өзінің басты қорғаны болуы тиісті ата заңына пікір білдірмеуі керек пе? Ашығын айтсақ, конституцияға қатысты негізгі мәселе мәтіннің өзінде емес, биліктің шынайы түрде қайта бөлінуінде. Ресми түрде суперпрезиденттік модельден бас тарту және парламенттің рөлін күшейту туралы айтылғанымен, сарапшылар негізгі тетіктер күшті құрылымдар, кадрлық тағайындаулар, стратегиялық шешімдер бәрібір президенттің қолында қалуы мүмкін дейді. Өкілеттіктердің бір бөлігі парламентте берілген күннің өзінде оның қаншалықты дербес болатыны шешуші мәнге ие. Егер партиялық жүйе бақылауда қалып, саяси бәсекелестік шектеулі болса, парламент тәуелсіз билік орталығында емес, атқарушы биліктің институционалдық жалғасына айналуы ықтимал. Бұл туралы ел не ойлайды? Парламент неменеге керек, мысалы, Қазақстанға? Унитарлық мемлекет дейді, бізде андай федерация емеспіз. Бізде мысалы басқа облыстарда, әр облыста Америка құрама штаттарында секілді өзінің бөлек заңы жоқ қой. Бізде заңымыз бәрі бүкіл облыстарға бір ғой, негізі. Енді ата заңға қарағанда. Сол себепті мына жоғарғы палата, сенат керек емес деп ойлаймын Қазақстанға. Ол шығын көбейеді. Бізде мысалы әр депутатқа шығын бір жылға 190 миллион теңге шығын кетіп жатыр дейді. Елдің жағдайын қарасаңыз, әлеуметтік жағдайы өте қиын. Біз мына жерде күніне 10-15 мың теңге жұмыс істеп жатсақ, әр депутаттың 190 миллион теңге деген өте көп ақша екен да шығын. Соны азайтса болар еді. Ол бір, екіншіден ана шығып жатқан заңдардың сапасы төмен. Мысалы, бір қылмысты істеген адамға қарасаңыз, бір кісіге 5 жыл берсе, екінші кісіге дәл сол қылмысқа 10 жыл береді. Неге өйтесіз десек, ана орысша айтқанда внутреннее убеждение судьи дейді. Ол адамның ішкі убеждениесін қалай адам өлшейді? Бізде ол метрмен, килограммен, километрмен өлшей алмайсың ғой, или бір чемодан ақшамен, мысалы, жемқорлық болса. Оны қалай біз өлшейміз? Заңда ол көрсетілмеген. Сол себепті мына шыққан заңдар парламентта, мысалы, мәжілістен шығады бірінші, кейін сенат оған қол қояды ғой. Ресми түрде қабылдадық деп. Сол екі палатадан өткеннің өзінде мынандай заңдар шығып жатыр. Сапасы жоқ та. Депутаттардың, мысалы, елдің алдындағы шығарған заңдарына деген жауапкершілігі жоқ. Меніңше, сенатты құртқан дұрыс. У меня есть единственное послание ко всем политикам, которые там сидят. Улучшите трудовое законодательство в нашей стране, так как трудовое законодательство у нас не защищает работника, особенно строительного сектора. Такие профессии, как сварщик, помощник сварщика, слесарь, разнорабочий, плотник, сантехник, электрик. Молодые специалисты, которые только начинают свой трудовой путь, они приходят в эту профессию, видят, что мизерные заработные платы – это раз. И то есть ему невыгодно работать, скажем так, условно, за 10, за 12 тысяч тенге в день. Халық айтса, халық айтпайды. Бір палаталы парламент сенаты жояды. Бірақ бұл демократияға әкеле ме?
Негізгі мәселе Конституция мәтінде емес, нақты билік тепе-теңдігінің өзгеруінде. Парламент үкіметке шынайы ықпал ете ала ма? Соттар іс жүзінде тәуелсіз бола ма? Бәсекелі партиялық жүйе қалыптаса ма? Бізде Қазақстанда демократиялық партия бар ма негізі? Сіз партияның тізімдерін білесіз ба? Қандай партия бар? Партия көп қой бұл. Білмейсіз, есіңізде ешқайсысы жоқ. Шын партия жоқ қой, шын партияны жоқ қылып жібереді ғой. Қорқады ғой халық. Білесіз ғой, қудалайды ғой кейін, жай қудалайды. Мен одан өткен басымнан. Анда неге кірейін дегем, алға партияға кірейін дегем, қудалайды, содан кейін қорқтым. Карточка блокировать етеді, жұмыстан шығарады. Қыздарым бір жерде жұмыс істеп жатсан, ұлдарын, содан да қорқасың, оларды да не қылады. Содан мен қорқам, бәрін істеуі мүмкін. Өкімет. Мен білем ғой қандай елді күн көріп жатқан. Айта алмаймыз, айтсақ ат тастайды, айтып жатырмын ғой, андай істейді. Не бір нәрсе істейді. Оны халық бәрі түсінеді, айтпайды. Өткенде кеше даже мен осы жерде істеймін ғой, мына митингте үйінде Францияда ма отырып айтасаса, мынадардың бәрін енді халықтың жағдайын ойламайды, халық шығайын деп жатқан жоқ. Потому что халық нан таба алмай жүр, ода ана жерге автобус әкеліп қойыпты, тұлпардың алдын. Мына жерге әкеліп қойыпты. Мен айтамын да, халықтың сонша неге қорқады? Біз не істейміз? Біз ештеңе істемейміз ғой. Неге сонша халықтан қорқады? Қайта халықпен сөйлесіп, мен білем, министерствоға барып кіре алмайсың ғой, акиматқа барып кіре алмайсың, анандай недерді қойып қойған вообще кіре алмайсың. Сұрақтарға андай грубо не қылады. И даже отвечать етсе де просто номеріңді алады сенің, проблеманы өтірік қылмайды, и сонымен аумен. Онымен звондасаң екінші алмайды, бара-бара шаршайсың, сен кейін қолыңды бүйтіп бір сілтейсің. Қандай партияны білесіз бізде? Демократия. Российский гражданский ғана керек. Жоқ, Аманат партиясы демократиялық партия ба? Да. Аманат партия, вы слышали такое? Да. Ага, оно демократическая партия? Это бывшая Нур-Отан. Ну да. Наверное. Елдегі іргелі өзгерістерді тасадан басқарып отырған саясаттанушы әрі тұтас бір мемлекеттің миына түрлі идеяларды сыналап емес, шегелеп отырған идеологына оралайық. Яғни, абайшыласақ, осы жұрт Каринді біле ме екен? Бұл сауалды Тоқаев бір палаталы парламент жасаймын дегеннен бері жаным қалама деп дірдектеген мәжілісмендерден де, көшеде екі қолға бір күрек таппай қысылған қарадан да сұрадық. Халық ол кісіні таниды деп ойлайсыз ба? Енді дауысқа түсетін болса, сайлауға қатысатын болса, үгіт насихат жұмыстары жүргізіледі ғой. Сол арқылы халық бағдарламасымен танысады, сайлау алдындағы, одан кейін басқа кандидаттардың бағдарламасын салыстырып көреді. Сол арқылы дауыс береді. Менің ойымша. Рахмет. Халыққа ол кісінің еңбегі. Енді оны халықтан сұрау керек. Қалай айтамын, мен сол жақсы білмеймін. Просто как мемлекет деңгейде білем, сол артақ қатыспаймын. Халыққа бір сіңірген, халыққа жұмыс жасаған, қандай бір жұмыстар білесіз ба? Жоқ, мен білмеймін, сол бағасын бермеймін. Ол, мен жұмысым жоқ, ол үлкен мемлекет лауазымда істейді, сол қалай мен бағаны беремін. Осылайша мәжіліс депутаттары да Ерлан Кариннің ең алдындағы танымалдығына күмәндана қарайды. Бірақ оны ашық айта алмайды. Бастары екеу емес. Дегенмен сіздер тыңдаған жауаптардан жұрт айтып жүрген қаңқу сөз шындыққа айналып, президенттікке сайлауға түссе, сол арқылы Каринді ел тануы мүмкін дегенді ұқтық. Ал көшедегі жұрт не дейді? Танымайсыздар ма? Естіген бірақ танымайды. Қай жағынан естідіңіз? Ол кісіні қалай өзіңіздің ойыңызша? Енді мемлекеттің басшысы ғой. Премьер-министр ол ше? Жоқ, хатшысы. Мемлекет хатшысы. Мемлекет хатшысы? Мемлекет хатшысы дегенді қалай түсінеміз? Қайсы деген ол? Нет. Білмейсіз ба? Ол кісі қандай деп ойлайсыз өзіңіз? Халыққа танымал кісі болғаннан кейін сіз қазір аты жөнін біліп тұрсыз ғой? Еңбекқор, халыққа не болатын шығар енді. Енді халықпен қандай да бір тығыз жұмыс істеп, бір көрсеткіші бар ма осы? Айта алмаймыз сізге. Бұл танымаған кеші айта алмаймын. Ештеңе айта алмайсыз, Не айтамын? Танымайтын адам сыртына не айтасың? Ештеңе айта алмайсың. Ерлан Карин танимын, жас қой. Ол Ерлан Карин президенттікке лайық па негізі, өзіңіз қалай ойлайсыз? Жоқ деп ойлаймын. Себебі президенттік егерде елдің арасында популярный болмаса, ел оны
қолдап біліп тұрмаса мына кісі не айтады, ой пікірі қандай, шетелдік басқа мемлекеттермен қалай қарасады, экономикаға ой пікірі қандай екен, халық білмесе, халық қолдамаса, ол кісі ертең анандай номинальный президент болып отыра береді де, шешімді қабылдай алмай қалады. Бүкіл шешімін ана элита блокировать етіп отырады да, өздерінің қалағанын істей береді. Меніңше бізге келесі сайлауға 29 жылы президент айтты ғой, өткенде Аль Джазира телеканалында ағылшын тілінде 29 жылы кететін сияқты болды ғой. Басқа сайлауға енді қатыспаймын деп. Ол кісі кететін болса, келесі президент елге танымал адам болу керек. Алдын ала билікке келмей тұрып, ел уже біліп тұру керек. Мына кісі осындай жағдай, осындай ерлік істеді, мысалы. Ерлан Карин деген кісіні танисыз ба? Танымайсыз ба? Біздің президентті білесіз ба? Білем. Біздің президентті. Кім ғой? Тоқаев. Кемелевич. Қасым Жомарт Тоқаев Кемелевич. Ерлан Карин, білем ғой, білем. Әлеуметтік желіде сол Ерлан Карин президент болады, келесі президент болады деп отыр. Ол кісі президент лайық па? Мен президент адал, қазақты ойлайтын. Мен білмеймін, бізге бәрімізге баспана апер деп жатқан жоқпыз ғой. Маған, например, баспана апер, қолымыз бар, аяғымыз өзіміз тауып аламыз. Соған бір завод, фабрика салып, сондай бір дамытса деймін да. Мынандай вообще дамытпайды да мына елді. Білмеймін, неге баса беретін, неге мынау, мен еще недерді көрем ғой, сіздерді де көрем, басқаны. Американы путешествияға барған басқа елде, ол жерде штраф жоқ дейді. Бізде неге сонша штраф вообще? Не деген штраф? Мен қорқам вообще. Көп қой вообще, негатив жаман көп. Оны білем оны. Ол кісі қандай енді? Ол чуть-чуть слабый. Слабый? Слабый. Жаңа жігіт айтқан ана Байдарбек па, ол да слабый. Ең мықты ақылды адамға жақын мына Мәуленді қою керек. Потому что Мәулен миы көп жейді. Потом бағам бәрін төмендеу керек. Егер баға арзан болса, жақсы болады. Жұмыс көп болу керек. Атыр питақта жүреміз. Жұмысқа кірсек зарплат алдайды. Ондай тоқтату керек. Зарплат алғанда айтады 200 мың, ең аяғында 70 мың алады. Үтігі болмайды ғой. Сол айтатын. Мен айтатын, ана Жарай Тоқаев 4 жыл норманы шешін. Ең аяғына ана кімді Мәуленді сайлату керек. Сұрақ қойсақ болады ма? Мемлекет хатшысын білесіз ба? Ерлан Каринді танисыз ба өзіңіз? Жай, бетелкен танимын, бірақ жұмыс несін бәрін білмеймін. Жақсы білмеймін, сондықтан айта алмаймын. Кім екен мемлекет хатшысын? Білмейсіздер ма? Мемлекет хатшысын. Ерлан Карин деген кісіні танисыздар ма? Танымайсыз ба? Құдай сақтасын, біз Карин мырзаның ұзақ өмір сүруіне тілектеспіз әрине. Бірақ біздің ойымша тұтас елдің егемендігі мен болашағы біреудің қолымен шешілмеуі тиіс. Ол үшін тек әлеуметтік желіде емес, іс жүзінде саясатпен айналысқан жөн шығар. Аман болыңыздар.